Сәлеметсіздер ме? Сіздермен дәрігер Гүлнұр. Сізді өз каналымда көргеніме қуаныштымын. Асқабақ 19 ғасырда Европаға картоп пен темекіден кейін Орталық Америка штаттарынан келді. Бүгінгі күні бұл көкөністің дәмі, түсі және мөлшері бойынша ерекшеленетін 20-дан астам сорттары белгілі. Көптеген елдерде асқабақ көкөністердің патшайымы болып саналады. Американдық үндістер бұл адамды ғаламмен байланыстыратын ғарыштық көз деген пікірде болды. Асқабақтың ас қорыту жүйесіне пайдасы. Асқабақ асқазан ішек жолының жұмысын қалыпқа келтіруге ықпал етеді. Ол ағзаға жақсы сіңеді және одан зиянды заттарды кетіреді. Сондай-ақ бұл көкөніс диареяға да, іш қатуға да көмектеседі. Сондықтан тағамды үнемі тұтыну асқазан мен ішектің жұмысын айтарлықтай жақсартады. Асқабақтың зат алмасуға әсері. Асқабақ өте жақсы сіңетіндіктен және К дәрумені көп болғандықтан оны қолдану метаболизмді жақсартуға көмектеседі. Осының арқасында шлактар мен токсиндер денеден шығарылады. Сонымен қатар артық салмақ азаяды. Сондықтан асқабақ диеталардың барлық түрлеріне, соның ішінде спорттық диетаға жиі кіреді. Тағы бір маңызды қасиет, асқабақ аллергиялық реакциялар мен басқа да жанама әсерлерді тудырмайды. Сондықтан оны барлығы дерлік пайдалана алады. Қан айналым жүйесіне пайдасы. Асқабақтың құрамындағы гемопоэтикалық процеске пайдалы әсер ететін көптеген элементтер бар. Атап айтқанда фосфор, мыс және темір. Бұл заттардың жеткілікті мөлшері жоғарғы гемоглобиннің кілті болып табылады және бұл өз кезегінде зат алмасуды, жалпы әл-ауқатты жақсартады. Иммундық жүйені нығайту. Асқабақтың құрамында дененің сыртқы ынталандыруға қарсы тұруына ықпал ететін әртүрлі витаминдердің нақты қоймасы бар. Олардың арасында В, С, П топтарының витаминдері, сондай-ақ сирек кездесетін К және Т. Сонымен қатар бұл көкөністе көптеген микроэлементтер, мырыш, фосфор, магний, темір, мыс, ақуыздар, каротин, пектиндер, талшықтар бар. Бұл заттар сондай-ақ антиоксиданттар біздің денеміздің иммундық жүйесін нығайтады. Сондықтан суық мезгіл басталғанға дейін асқабақты жеу әсіресе маңызды. Бұл тұмау эпидемияларынан және басқа да өткір респираторлық вирустық инфекциялардан аман қалуға көмектеседі. Косметологиядағы асқабақ. Асқабақтың денсаулыққа арналған бет маскаларының ингредиенті ретінде жиі қолданылатынын білгенде таң қалуыңыз мүмкін. Ол терінің саулығына, ылғалдануына және тазаруына ықпал етеді. Асқабақ пен диета. Асқабақтың энергетикалық құндылығы 100 грамм өнімде тек 22 калория ғана. Сондықтан диетологтардың оны пациенттердің диетасына жиі енгізуі таңғаларлық емес. Оның әмбебап өнім екендігі оны қайнатуға, пісіруге, бұқтырылған тағамдарға қосуға, одан ботқа және басқа да көптеген тағамдарды пісіруге болады. Жүрек қан тамыр жүйесі. Асқабақтың құрамында калий көп. Ол жүрек жұмысына жақсы әсер етеді. Ол сондай-ақ ісінуді азайтады. Бұл өз кезегінде жүректі босатады және қан тамырларының өткізгіштігін жақсартады. Холестерин. Асқабақ қандағы холестерин деңгейін төмендетуге көмектеседі. Бұл өте маңызды, өйткені оның артық болуы инфаркт пен жүрек тамыр жүйесінің басқа да қауіпті ауруларының негізгі себебі болып табылады. Сондықтан майлы тағамдар мен фастфудты тұтынуды азайтуға, сонымен қатар асқабақ тағамдарын жиі жеуге кеңес береміз. Асқабақтың ерлер мен әйелдерге пайдасы. Асқабақтың табиғи афродизиак екенін, ерлер мен әйелдер үшін бірдей күшті екенін білгенде таңғалуыңыз керек. Сонымен қатар ол жыныстық құмарлықты ынталандырып қана қоймайды, жыныс мүшелерінің денсаулығын жақсартады. Айтпақшы, асқабақ тұқымдары бұл тұрғыдан алғанда ең пайдалысы болып табылады. Дегенмен целлюлозада көптеген қажетті заттар бар. Орталық жүйке жүйесі. Асқабақтың күйзелістен арылтып, жүйке жүйесін тыныштандыратын қасиеті бар. Ол тәтті, ал тәттілер көңіл күйді жақсартады. Асқабақ ауруларға пайдалы. Асқабақтың құрамында аз мөлшерде талшық пен органикалық қышқылдар бар. Бұл өз кезегінде асқазан жарасының мерзімді өршуін бастан кешетін адамдарға, сондай-ақ гастритпен және тоқ ішектің қабынуымен ауыратын науқастарға өте пайдалы.
Асқабақ дақылының құрамындағы Б тобына жататын көптеген дәрумендер оның жүйке жасушаларына тыныштандыратын әсер ететіні, сондай-ақ қалыпты ұйқыны қамтамасыз ететінін және есте сақтауды қалыпқа келтіретінін көрсетеді. Егер сіз түнде осы өнімнен 100 мл шырын ішсеңіз, немесе бал қосылған стакан қайнатпаның 1/3 ішсеңіз, онда бұл сізге жақсы ұйықтауға мүмкіндік береді. Басқа маусымдық көкөністермен салыстырғанда асқабақтың кем дегенде бір маңызды артықшылығы бар. Оны шексіз сақтауға болады. Бірақ оның пайдалы қасиеттері мұнымен бітпейді. Тіпті оның құрамында басқа өнімдерден әрең табатын сирек витаминдер кездеседі. Екінші жағынан, термиялық өңдеу өнімдегі пайдалы витаминдерді төмендетпейді. Асқабақ құрамындағы талшық пен тағамдық талшықтар ішек микрофлорасын жақсартады, ал бета-каротин көру қабілетіне, теріге, иммундық жүйеге және шырышты қабықтарға жақсы әсер етіп, тыныс алу жолдары ауруларының алдын алуға көмектеседі. Осымен бүгінгі видеомыз аяқталды. Сіздермен болған дәрігер Гүлнұр. Келесі видеода көріскенше каналға қолдау білдіріп, лайк басып, комментарий қалдырып, подписка жасауды ұмытпаңыз. Қаңтар айының аяғына дейін 1000 подписчик жинауды мақсат еттім. Сіздерден қолдау күтемін. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.